Тыныш жүйесі ауыратын науқастардың жалпы қарауы, кеудесін қарау. Бүгінгі сабақтың тақырыбы тыныш жүйесі ауыратын науқастардың жалпы қарауы, кеудесін қарауы. Сіздер жалпы қарау туралы мағлұматтарды білесіздер, қандай дайындық қажет екенін білесіздер, соны еске саламыз. Науқасты тексеру үшін алдымен бөлме жылы, жарық болу керек, пациентті қажетті деңгейде шешінуін сұраймыз. Міне бүгінгі тақырыпқа сәйкес біздің пациентіміз беліне дейін шешініп тұр. Жалпы қарағанда тыныс жүйесі ауыратын науқастарда басқа жүйедегілер сияқты науқастың жағдайын анықтаудан басталады. Науқастың жағдайы 3 сөзбен белгіленеді. Жағдайы қанағаттанарлық, орташа ауырлықта, жағдайы ауыр деген сөздер қабылданады. Ал енді келесі айтатын жағдайға келетін болсақ, ол науқастың есінің деңгейі. Тыныс жүйесі ауруларында адамның санасы әдетте көпшілік жағдайда өзгермейді, айқын болады, сақталады. Бірақ ауыр тыныс жетіспеушілігінде ауыр гипоксиялық жағдайға байланысты тежелу үрдісі пайда болып, ступор, сопор, әрі кетсе толық гипоксемиялық кома жағдайына дейін адам есінен айырылады. Оның төсектегі қалпы белсенді болуы мүмкін, яғни отырып тұруы, төсекте орнын ауыстыруы ешқандай қиындық келтірмейді. Немесе мәжбүрлі қалып болуы мүмкін. Мысалы, кеудеде плевральды ауру сезімі болса, ауырған жағымен қырымен жатады, ауыратын жағын ауырмауына ақпал жасайды. Ал ауыр тыныс жетіспеушілігінде төсекте жатқан адам мәжбүрлі ортопной қалыпта болады. Мысалы, басын төсекте жатқанда жоғарырақ салып жатуға мәжбүр. Тері жамылғылары мен көзге көрінетін кілеге қабықты қарағанда тыныс жүйесі ауруларында цианоз бола алады. Цианоз дегеніміз тері жамылғыларының көкшіл тартуы. Жайылмалы диффузды цианоз адамның бетінде, мойнында, кеуденің жоғары бөліктерінде айқынырақ анықталады. Әсіресе қол саусақтарының соңғы фалангыларында айқын білінеді. Бұл жүйе ауруында тағы да табылатын жалпы өзгерістердің бірі гипократ саусақтары. Яғни саусақтың соңғы фалангысы іріленеді, домалақтанады, барабан дабыл таяқшаларына ұқсастығы пайда болады. Сонымен қатар осы соңғы фалангының тырнақтары сағат әйнегі тәріздес пішіндес бола келеді. Бұл тырнақ дөңестенеді, қалыңдайды, жылтырлығы жойылады. Сонымен қатар тағы анықталатын нәрсе мойын көк тамырларының толымының өсуі, біреуленуі, кейде пульсациясы пайда болуы мүмкін. Бұл жағдай кеуде ішілік қысым көтерілгеннен немесе жүректің оң қарыншағы жетіспеушілігі болған науқастарда кездеседі. Әрі қарай кеудені қарау, тыныс жүйесін қарауға айтатын болса, дем алғанда адам дем алуға мұрын арқылы болуы мүмкін, бұл қалыпты жағдай екені түсінікті, бірақ мұрын деформациясында, мұрын қуысында белгілі бір өзгерістер пайда болғанда, немесе ауыр тыныс жетіспеушілігінде бұндай адамдар аузымен дем алуға мәжбүр. Тағы да көңіл аударатын жағдай дауыстың өзгеруі. Дауыстың өзгеруі қарлығу түрінде, немесе оның күркіреп дөрекіленуі, немесе дауыстың шықпауы, афония болуы мүмкін. Бұндай өзгерістер жоғары тыныс жолдарында орналасқан дауыс байламаларының патологиясына тән. Жүйесі ауыратын адамдардың ауыз айналасында, еріндерінде герпес ұшықтар пайда болуы мүмкін. Ұшықтың пайда болуы әдетте крупозды пневмонияға тән. Кеудені қарағанда кеуденің симметриялығына, яғни кеуденің оң бөлігі мен сол бөлігінің бір-біріне сәйкестігіне, яғни симметриялығына, немесе сәйкестік жоқтығына, бір бөліктің деформациясы бар ма жоқ па, соған көңіл аударамыз. Әрі қарай кеудені қарағанда
мынандай белгілерге назар аударамыз. Бұғана үсті ойықтары жағдайы, бұғана асты ойықтардың жағдайы, кеудедегі қабырғалардың бағыты, арқа жақта дауылдардың кеудеге орналасуы және кеуденің алдыңғы артқы өлшемдерінің оның көлденең өлшеміне сәйкестігі анықталады. Және сонымен қатар мына эпигастральды бұрыштың жағдайына назар аударамыз. Осы белгілер негізінде кеуденің қалыпты үш түрлі пішімі болатыны сіздер анатомия, физиология пәндерінен білесіздер. Нормостеникалық, астеникалық, гиперстеникалық дене пішімдері қалыпты дене пішімі болып есептеледі. Нормостеникалық кеуде пішімі қиылған конус тәрізді. Егер екі иықпен мына кеуденің төменгі бөлігін қарасаңыз, қиылған конус тәрізді пішімді. Бұндай жағдайда жаңағы айтқан кеуденің алдыңғы артқы өлшемдері мен оның көлденең өлшемдерін екінің үшке қатынасындай, яғни кеуденің ені біршама ентілеу алдыңғы артқы өлшемдеріне қарағанда. Нормостеникті дене пішімде қабырғалар кеуденің бойында жоғарыдан төмен қарай қиялап орналасқан. Және эпигастральды бұрыш тік бұрышты құрайды. Қабырға доғасымен ұстап қарасақ, эпигастральды бұрыш тік бұрышты құрайды. Жауырындары кеудеге жақын орналасқан. Міне бұл жағдай жаңағы нормостеникалық дене пішімге тән. Астеникалық дене пішімді тар кеуде, жұқа кеуде, гиперстеникалық кеуде, ол кең кеуде. Олардың жаңа айтқан белгілері сіздерге басқа пәндер, анатомия, физиология кафедрасына сәйкесті өзгерістерді сіздер білесіздер. Тыныс жүйесі патологияларында қалыптасатын патологиялық кеуде пішімі эмфизематозды кеуде деп аталады. Бұндай кеуденің сырт қарағандағы пішімі күбі немесе бөшке тәрізді деп есептейміз. Бұл жағдайда кеуденің алдыңғы артқы өлшемдері көлденең өлшемдерінің еніне жақындайды немесе теңеседі. Эмфизематозды кеудеде бұғана үсті, бұғана асты аймақтары шығыңқы, бұлтиып сыртқа шығып тұрады. Кеудедегі қабырғалардың бағыты горизонталды бағытқа жақындап, эпигастральды бұрыш доғал бұрышты құрайды. Жауырын кеудеге тығыз орналасады. Әрі қарай тыныс жиілігіне назар аударамыз. Тыныс қимылдарына назар аударамыз. Бұлай шешіліп тұрған адам терең демалыңыз, кеуденің екі бөлігі тағы да тереңірек. Тыныс қимылдарында мына пациентіміздегі сияқты екі жағы бірдей симметриялы қозғалыста. Патология болса, патология бар жақта кеуденің сол бөлігі тыныс қимылдарынан қалыңқы болады. Әрі қарай тыныс жиілігіне келетін болсақ, ересек адам 1 минутта 16-18, әрі кетсе 20 рет тыныс қимылдарын береді. Бұны біз эупноя дейтін терминмен атаймыз. Тыныс жиілігі 20-дан асып кетсе, ол тахипноя деп. Сирек болса, 16-ға жетпесе, ол брадипноя деп аталады. Тыныстың тоқтауы апноя деген терминмен белгіленеді. Тыныстың түрлері кеуделік тыныс дейміз. Қалыпты жағдайда тыныс қимылдарына қабырғалар қатынасады. Бұндай кеуделік тыныс көбіне әйел адамдарға тән. Ал ер адамдарға ішпен демалу, диафрагмалды тыныс деп аталатын тыныстан, яғни тыныс қимылдарда демалыңыз. Тыныс сонда іштің жоғары бөлігі көбіне тыныс қимылдарына қатысады. Сонымен қатар пациенттерімізде
аралас тыныс бола алады. Аралас тыныста тыныс қимылдарында кеуденің жоғарғы және іштің жоғарғы, кеуденің төменгі және іштің жоғарғы бөлігі тынысқа қатысады. Бұл тыныстардың бәрі де ырғақты тыныстар. Ауыр патологияларда ырғағы бұзылған тыныс кездеседі. Мысалы, көптеген патологияларда сол сияқты тыныс жүйелерінің ауыр жағдайларында, көбіне претерминалды жағдайларда Чейн-Стокс тынысы дейтін тыныс қалыптасады. Бұндайда тыныс қимылдары апноэмен алмасады. Чейн-Стокс тынысында біртіндеп тыныс тереңдейді, соңынан тайыздайды, әрі қарай апноэмен жалғасып тұрады. Сөйтіп, осындай ырғақсыз тыныс біртіндеп қайталай береді. Ырғақсыз тыныстың бір түрі биотты тынысы. Биотты тынысында қалыпты тыныс қимылдары апноэмен алмасады. Оны кестеде көруге болады. Тағы да көңіл аударатын жағдай тыныс қимылдарында қосымша тыныс бұлшықеттерінің қатысуы. Қалыпты жағдайда қабырғалар қатынасады дедік. Ауыр тыныс жетіспеушілігінде тыныс қимылдарында кеуде бұлшықеттері, екі топшының мойынның бұлшықеттері тыныс қимылдарына қатысады. Бұл, қайталап айтам, ауыр тыныс жетіспеушілігіне тән өзгерістер. Сонымен кеудені қарағандағы нәтижелерді талдап айтатын болсақ, тынысқа кеуденің екі бөлігі бірдей қатысуы мүмкін, кеуде симметрия болуы мүмкін, бірақ қабырға аралық кеңістіктерде өзгеріс жоқ. Бұл қалыпты жағдай. Егер осы жағдайда қабырға аралық кеңістікті кеңісе, эмфизематозды өзгеріс болса, бұл созылмалы обструктивті өзгерістерге өкпе эмфиземасына тән нәрсе. Егер тыныстың кеуденің бір бөлігі тыныстан қалыңқы болса, және кеуде асимметриялы болса, онда қабырға аралық кеңістіктер өзгермеуі де мүмкін. Бұндай жағдайлар қалыпты пневмонияларға тән, немесе өкпедегі ірі қуыстарға тән бола алады. Кеуденің бір бөлігінің тыныстан қалыңқылығы және кеуденің зақымдалған бөлігінің көлемі өсуі, кеуденің осы зақымдалған бөлігі, мысалы мына жақ десек, қарағанда томпайып шыңғығы болса, бұл плевра қуысында ауа жиналғаннан, яғни пневмоторакстан, немесе су жиналғаннан, гидроторакстан бола алады. Керісінше, асимметриялы тыныста кеуденің бір бөлігі қалыңқы болғанда, кеуденің зақымдалған бөлігінің көлемі азаюы мүмкін, ішке қарай ығысуы мүмкін, ойысуы мүмкін. Бұндай жағдайлар пневмоторакста, обтурациялық ателектазда және фиброторакс деп аталатын ауыр плевралды өзгерістерге тән. Рахмет, сау болыңыздар.